Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 98-99 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 1, listen and read. Тыңда және де оқы. Бірінші суретке қараймыз. Look, Nanny, we are sailing. Nanny, қара, біз жүзіп жатырмыз дейді. Well done. Жарайсың дейді. Екінші сурет. Look at me, I'm surfing. Маған қара, мен серфингпен жүзіп жатырмын дейді. Үшінші сурет. Look, Nanny, I'm water skiing. Nanny, маған қара, мен суда сырғанап жатырмын дейді. Төртінші сурет. Hey, what's Charlie doing? He's jumping up and down. Hey, Charlie не істеп жатыр? Ол жоғары және төмен секіріп жатыр. Бесінші суретке қараймыз. Oh, look, Charlie's diving. О, қараңдар, Чарли суға түсуде дейді. Алтыншы сурет. Splash. Be careful, Charlie, we are getting wet. Абайла, Чарли, біздің үстіміз су болды дейді. Exercise number 11. Read the story and say true, false. Жаңағы оқиғаны оқып, дұрыс немесе бұрыс екенін айтуымыз қажет. Бірінші сөйлем. Lily is sailing. True. Екінші сөйлем. Liam is surfing. False. Үшінші сөйлем. Daisy is diving. False. Төртінші сөйлем. Jake is water skiing. True. Exercise number 12. Read the story again. Who says? Бірінші жаттығудағы оқиғаны қайтадан оқып, кім айтқанын табуымыз қажет. Бірінші сөз. Well done. Жарайсың. Бұны кім айтты? Бірінші сөйлемді Nanny Rose айтты. Екінші сөйлем. He's jumping up and down. Ол төмен және жоғары секіріп жатыр. Бұны бізде Daisy айтты. Exercise number 14. Talking, listen and read, make a new dialogue with your friend. Тапсырма бойынша тыңда және де оқы, одан кейін өзіңнің досыңмен диалог құрастыр дейді. Асель. Hey, what are you doing? Hey, не істеп жатырсың? Max. Look at me, I'm surfing. Маған қара, мен серфингпен жүзіп жатырмын дейді. Асель, well done. Жарайсың. Бұл жерде көкпен жазылған сөзді кез келген сөзбен ауыстырсаңыздар болады. Swimming, water skiing, sailing, diving. Осы сөздерді қойып, диалог құрастырсаңыздар болады. Sounds put. Ереже. Exercise number 15. Listen, point and repeat. Бұл жерде тыңда және де қайтала. W, H деген әріптер берілген. Яғни осы әріптермен сөздер қалай оқылатындығы айтылады. Walrus, walrus, итмұрын. Water, water, су. Whiskers, мұрт. White, ақ түс. Exercise number 16. Complete then listen and repeat. Бұл жерде сөйлемде әріптер түсіп қалған, сол әріптерді біз қойып шығуымыз қажет. Қойып шыққаннан кейін бізде сөйлем шығады. The walrus with the white whiskers is on the water. Ақ мұртты морж судың бетінде жүзіп жүр дейді.